адам өмірінде бірлік болсын музыкамен айналысқысы келген. Мен де сол адамдар қатарындамын. Бірақ таңдаған жолым басқа. Ал дәл қазір өзінің музыкада тапқан жолмен сұхбаттасамыз. Тамшылардан жаңбырдың бір өзіңді қызғанам. Жалпы музыкаға деген қызығушылығың қашан басталды? Музыкаға деген қызығушылығым негізгі былай алып қарайтын болсақ, бала кезімнен келе жатыр. Мен мамаммен көп үйірмелерге апарып, сол музыкаға қарай баураған болатын. Бірақ дегенмен өзімнің деген таза шынайы махаббатым музыкаға 7-ші сыныпта ашылған болатын. Қолыма алғашқы аспабым гитараны алып, соны өзім үйде үйреніп, одан кейін жалпылай осы музыкаға ақырындап ене бастадым. Солай келе жатқаныма уже біраз жыл болып қалды. Бірақ сол 7-ші сыныптан деп ойласам болады. Сен өзің ең алғашқы музыкалық үйірмеге ананы апарып едің. Анан музыкамен айналысады ма? Анам айналыспаған, бірақ мамамның нағашы атам, мамамның папасы өнер адамы болған, домбырада ойнаған, жалпы өнермен айналысқан. Сол кісіден мүмкін сол кісіге ұқсасын деп, мүмкін соған қарай баураған болады. Жалпы студент мақсат үшін студияны ашу қаншалықты қиын болды? Студияны ашу жалпы оңай зат емес десе болады, өйткені кішігірім студияны, яғни әуесқой студияны ашуға болады, үйден де жасауға болады. Қазіргі заман талабына сай, заман трендіне сай, ол өте оңай задачалардың бірі болып табылады. Бірақ профессионалды үлкен студияны, кәдімгідей үлкен өзінің составымен, яғни профессионалдармен жиналған студияны ашу ол оңай дүниелердің бірі емес. Бірақ дегенмен де біздің өзіміздің, менің составыммен бірге, менің тобыммен бірге біздің 4-5 жылдық басқа студияда істеген өзіміздің тәжірибеміз бар. Сол тәжірибенің арқасында біз осылай келе-келе ақша жинай, өзіміз жинай, және бірақ бұл жердегі оборудование өте қымбат болғандықтан біз тағы да қосымша инвесторды тартқан болатынбыз бұл тірлікке. Инвесторды тартып, бизнес-план жасап, яғни осы ақшаны шығарып, біз студияны жинаған болатынбыз. Студияны ашу сонда қанша уақыт кетті? 3-4 жыл? Жалпылай келген кезде бір-ақ жылдың аумағында. Сонда бір жылдың ішінде инвесторлар тауып, осылай студияны аштың, Иә. Ал құпия болмаса, осы музыкалық жабдықтарды әрқайсысын неше тұрады? Неше теңге тұрады? Жалпылай келген кезде әрқайсысын қазір айтып отыруға ондай смысл жоқ деп ойлаймын, бірақ егер толықтай ала келетін болсақ, бұл жерде тұрған жалпы оборудованияның общий суммасы ол 4,5 где-то 5 миллиондай болып ремонтпен қоса, ол жерде тұрған инструменттермен бірге барлығы таза батыс талабына сай, яғни толықтай западный студия десе де болады. Өйткені бізде бұл жерде көрсететін біздің услугаларымыз өте бағалы болғандықтан, бағасы, яғни әрбір көрсететін услуганың бағасы өте қымбат. 40-30 мыңнан басталады, тек қана жай запистің өзі. Сол себепті бұл жердегі оборудованияда дәл сол бағаға сай болып келеді. Ол запистің өзі 40 мың теңге болады, ал мысалы бит жазу, өлең жазу, текст жазу. Яғни авторлық музыканы жасау, егер біз трек подключить жаңадан нөлден бастап, яғни нотасынан бастап, барлық толықтай өлең жазып беру, ол бізде 150 мыңнан жоғары болады. Осы музыкамен сабақты бірге қалай қатар ұстап жүрсің? Қатар ұстау өте қиын болып келеді, өйткені көп уақытқа бір жерге кәдімгідей фокус ұстау керек. Сол себепті сабақпен қазір кішігірім проблемалар бар. Бүкіл көңілім назарым музыкада болғандықтан қатар алып жүру өте қиын. Бір жағына тартсаң бір жағы қалып қалады деген сияқты. Сол себепті қазірге өкінішке орай сабаққа қатты көңілім бөліп жүрген жоқпын. Өзінің осы Қазақстанның музыкалық индустриясына беретін қандай комментариялар бар? Бағасы, жалпы Қазақстанның музыкалық индустриясы қалай бағалайсың? Қазіргі кезде біздің негізі индустрия өте жақсы дамып келе жатыр. Қазақ тілді контенттің көбейгеніне байланысты музыкада көбейіп келе жатыр. Қазақ тілінде жаңа әртістердің аттары шығып келе жатыр. Мен бұған өте қуаныштымын. Және музыкада күнген сайын сапалы болып келе жатыр. Мақсат талантын
мақсатын табысына айналдырып, шоу-бизнестегі атақты адамдармен жұмыс атқаруда. Өнер айдынында нағыз өнерпаздармен бірге жүзуін алдамаған бала арманымен байланыстырды. Өнерді сүйген халықтың өнерпаздарына деген қошемет таусылмақ емес. Көшелерді тұманды баяулатар уақытты сөздерім, талқылап өмірмен жайын, қолымда сенің қолдарың, құшағында өзіңді жылытып, суық ақпанға қарамай, сағынышымда таусылмай, тағы тана асығам өзіңе.